Сәлем достар, менің Сәукеле атты каналыма қош келдіңіздер. Бірінші рет тыңдап отырсаңыздар, айта кетейін, менің каналым әртүрлі тақырыптарды қозғайды. Біз мұнда YouTube туралы сөйлесеміз, бала тәрбиесі туралы сөйлесеміз, әйел бақыты туралы сөйлесеміз, және де тамақ туралы. Соның бірі бүгінгі біздің рецептіміз сёмканы қалай әдемі қылып пісіреміз. Давайте осы видеоны қосып қойыңыздар, менің даусымды шығарып қойыңыздар, және де бірінші ингредиенттерді дайындап алайық. Бізге осындай сёмга қажет, одан кейін 4-5 штук картошка, лимонның жартысы болады, және де қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз керек. И духовкада пісіретін сіздің стеклянный ыдысыңыз болса жақсы. Стеклянный ыдыс болмаса, фольгамен жауып пісірсеңіздер болады. Фольгаңызды дайындап қойсаңыз болады. Осылай видеоны қосып қойып бірге жасайық. Давайте. Өте сочный, кисло-сладкий дәммен 1 сағатта духовкада піседі. Бірінші біз осылай қабығын тазалап аламыз. Яғни біз нелерін қабығын мен полностью осылай алып тастаймын. Яғни біз итакта қабығын жемейміз. Сол үшін мұз болып тұрған кезінде, еріп тұрған кезінде де алып тастаса болады, тез өте оңай алынады. Мен барлық сёмкаларды осылай алып тастап, мен духовкада ғана пісіремін сёмкаларды. Яғни бұның ең кисло-сладкий дәмін беретін ең күшті специя ол лимон. Картошканы алып аши беріңіздер. Мен осы жерде бір нәрсе айтқым келіп тұр. Видеоның соңында менің стеклянный ыдысымды көресіздер. Ол өте керемет. Яғни барлықтарыңызға кеңес беремін. Духовкада стеклянный ыдыста еттің түрін, рыбаның түрін, неше түрлі тамақтар пісірсеңіздер болады. Стеклянный ыдыс өте керекті зат. Яғни фольганың орнына беті жабылатын стеклянный ыдыс сатып алыңыздар. Қымбат тұрмайды, 4-5 мың тұрады. 4-5 мың, үлкені болса 6-7 мың, может быть. Бірақ сіз бір тамақты маринадтап, осылай тұз, бұрыш бәрін салып қойып, духовкаға саласыздар. И 1-1,5 сағатта пісіп шығады. Менің басқа видеоларымды көріңіздер, міндетті түрде тоже духовкада пісірген видеоларым бар. Осындай стеклянный ыдыста. Прям ет өте нағыз не болып піседі, стейк болып піседі. Яғни арасы жұмсақ, бірақ беті сәл күйдіңкіреген болып піседі. Өте керемет. Және де бүкіл тамақтарға сіздерге кеңес беремін қызыл бұрыш қосуды. Яғни мен бүкіл тамаққа, даже салатқа қызыл бұрыш қосам. Дәмін өте әдемі келтіреді. Яғни көп қосудан қажет жоқ. Жарты қасықтың жартысын қоссаңыздар жетіп жатады. Балық жасасаңыздар, балықтың любой түрін, сазан болсын, скумбрия болсын, сёмга болсын, неше түрлі балықтың түрін жасасаңыздар да, қай түрін жасасаңыздар да, лимон қосыңыздар. Лимон өте кисло-сладкий, такой сочный бір дәм береді. Вообще, даже ешқандай не де керек етпейсіздер. Соус, мус да керек етпейсіздер, потому что дәмінің өзі әдем болып тұрады. Сол үшін кеңес беремін, любой балықтың түріне лимон қосыңыздар, және любой балықтың түрін осылай духовкада пісіріңіздер. Оны біз кезінде ұнға малып, солай пісіретін еді ғой. Яғни ол біраз ұзақ уақыт алуы мүмкін, мен уақытты аз қолданып, тиімді қолданудың бір жолын қарастырып, осылай стеклянный ыдыс сатып алып, бүкіл ет тағамдарымды маринадтап, тұз бұрышын қосып, картошка сәбізін қосып, духовкаға саласыладым. Яғни мен көп тамақтарымды осылай жасаймын. И гарнирге пюре, горохтан пюре жасаймын, картошкадан пюре, лапша, рис, гречка дегендерді гарнир ретінде жасап жіберем, болды.
менің әңгімемді тыңдап отырып көріп жатқан шығарсыздар, видеодан не істеп не қойып жатқанымды. Қызыл бұрыш, май аз ғана қосып жібересіздер, осылай картошканы турап салып жібересіздер. Міне осылай картошкаға да тұз, бұрыш, қызыл бұрыш қосамыз. Және мен мұнда картошка более такой, жұмсағырақ болу үшін майонез қосамын. Майонез қоссаңыздар болады. Яғни майонез обязательно қосыңыздар, потому что картошка қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін майонез қосыңыздар. Және де мен картошкаға түс беру үшін ролтондардың нелері ішінде ролтондарда болады, онандай зеленый специялары. Сонда үйде көп. Мен осында картошкаға, чтобы түрін әдемі келтіру үшін осындай қосып жіберемін. Бетіне сёмга қоямыз әдемілеп. Су еш нәрсе салудың қажет жоқ. Мен даже ет жасаған кезде де су еш нәрсе қоспаймын. Ет өзінің соғында пісіп шығады. И бетін осылай стеклянный ыдыспен осылай жабамыз. Сөйтіп духовкаға саламыз. 40 минут, 50 минут, 1 сағат, яғни көресіздер қаншалықты ол сёмга қызарды. Сол қызарғанына байланысты пісіп шығады. Мен бұл жерде соус жасаған жоқпын, бірақ мен томатпен соус жасаймын. Ол видеоны мен салдым ба, шортсқа салмадым ба, есімде жоқ. Бір қарап шықсаңыздар болады. Соус жасаймын. Томатпен тоже күшті шығады. Оның специально бір специи бар салатын. Сонымен өте керемет шығады томатный соус. Осылай сёмганы осылай саламыз. Яғни бұл сёмга қарасаңыздар бүп-бүтін болып тұр. И суда еш нәрсе жоқ. Бірақ мен ашып көрсетпеппін сіздерге бұл видеода. Бірақ ашып жеген кезде ішінен сочность шығады. Яғни сіздерде осылай жасасаңыздар байқайсыздар. Енді фольгада қалай болатынын білмеймін, бірақ фольгада былай қызармауы мүмкін. Қызармайды фольгада, обычно ол өзінің сокын өзінде сақтап қалады фольгада. А вот именно стеклянный ыдыста осылай қызарып шығады. Ас болсын.